Сүйікті оқушылар, 6 сәуір дүйсенбі күні біз 4-ші тоқсанды бастағалы отырмыз. Осы уақытқа дейін мұғалімдеріміз, кураторларымыз сіздермен бірге сынамалы түрде сабақтар өткізіп келді. Әрине, болып атқан жағдай бәріміз үшін бұрын болмаған бір тәжірибе болады. Сол себептен онлайн оқыту кезінде кей кездері түсінбеген тұстарыңыз болуы мүмкін, немесе кейбір сұрақтарыңыз болуы мүмкін. Біздің мұғалімдеріміз және кураторларымыз бұл сұрақтарға жауап беруге тырысады. Сол себептен қандай да бір сұрақ, қиыншылық туындаған кезде еш қысылмай, ұялмай, бірден көмек сұрауға дайын болыңыздар. Оқыту екі жақты мәселе, яғни оқушының да бұл мәселеге жауапкершілікпен қарау керек. Біз сіздерге жіберген жадынаманы мұқияты түрде оқып, танысып, жадынамада жазылғандарды толық орындауыңызды сұраймыз. Соңғысы, кез келген бір істі жасап атқан кезде, ол істің сәтті болу үшін адамның көзқарасы, яғни көңіл күйі маңызды. Сол себептен осы онлайн оқыту барысында көңіл күйлеріңіз әрдайым көтеріңкі болсын, және де әрқашанда біз жанында екенімізді біліңіздер. Кез келген сұрақ болған кезде біз сіздерге көмек беруге дайынбыз. Рахмет.